Құрметті оқушылар, міне алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай сақтарға, үйсіндерге қатысты және Дарийдің жорықтарына байланысты тест сұрақтары. Әрине бұл тест сұрақтары негізінен аса бір күрделі емес, бірақ дегенмен де бұл ұбт-да тест сұрақтарының арасында кездесуі мүмкін. Сондықтан осы нұсқаны бір талдап көрейік. Мысалы, бірінші сұраққа келейік. Сақтар туралы мәлімет жазба қай елдер авторларының еңбектерінде кездеседі? А вариантында Иран мен Парсыны көрсеткен, екінші вариант бойынша В вариантында Қытай мен Орыс, С варианты бойынша грек, парсы. Мысалы, сіз қалай ойлайсыз, егер осы сұрақ келген болса, ұбт-да және дайындық кездерінде осы сұрақ келген болса, сіз қалай жауап берер едіңіз? Егер бірінші вариантты біз қарастыратын болсақ, Иран, Парсы деп қойған. Әрине, ирандықтар мен парсылықтардың аса қатты бір айырмашылығы жоқ деп айтуға болады. Бірақ өздеріңіз білесіздер, ирандықтар мен парсылықтардың бір мемлекет болмағанымен сақтар туралы айтқан сөздері бар. Мысалы, сақ сөзінің мағынасын парсы жазбаларында құдіретті еркектер, иран жазбаларында жүйрік атты турлар деген сияқты мәліметтерді оқыған шығарсыз. Бірақ қалай дегенмен де бүгін Иран мемлекеті сол бұрынғы парсы патшалығының орнында өмір сүріп жатыр. Бүгінгі күнге дейін бар, мысалы, Иран, Ирак дейтін, соның ішінде Иран дейтін, сол үлкен Иран үстіртін алып жатыр, осы парсы шығанағы елдерін қамтитын, яғни парсы шығанағында орналасқан жерлерді қамтитын осы Иран Ислам Республикасы деген мемлекет әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр. Бірақ біз мына нұсқада аны дұрыс деп айта алмаймыз. Егер екінші В нұсқасын қарастыратын болсақ, В вариантын қарастыратын болсақ, яғни Қытай, Орыс дейді. Жарайды, Қытай деректеріне кездеседі деп айтсақ, егер парсылар сақтар туралы. Бірақ орыс деректері қайда? Сақтар қайда? Сондықтан мына вариантты мүлде алып тастаймыз, өйткені орыс дерегі деген тұр, ол мүлде кездеспейді. Орыс деректерінде орыстың деректері біз туралы, біздің жеріміз туралы көбінесе сол Левшиннің жазбалары, 18-17 ғасырлардағы орыстың зерттеушілері теңіз арқылы келген, Каспий теңізіне келген орыстың адмиралдарының жазбаларында кездеседі Қазақстан туралы деректер. Ал сақтар біздің заманымызға дейін өмір сүрген халық болғандықтан бұл деректерде кездеспейді. Енді бізге тек қана С варианты қалып тұр. Жарайды, мүмкін бұдан да басқа тағы 2-3 вариант берілетін болса, оның арасында шатасып кетпес үшін грек және парсы. Әрине, бұл мейлінше дұрыс вариант. Не себепті? Мысалы, гректер парсылықтарға жаңағы шайқас кезінде осы сақтармен де шайқасқан болатын. Парсылар әскер басып кірген кезде сол парсылардың қол астында сақ тайпаларды шайқасқан болатын. Кейін Дарийдің билігінің тұсында, Томиристен кейін әрине. Бұл туралы қазір айтатын боламын, мына сұрақтарда кездеседі осыған байланысты. Сонымен гректің жазбаларында, мысалы, Ктеси дейтін гректің авторы сақ әйелдер туралы, олардың ержүрек келетін туралы, тіпті кейбір қатты бір соғыс қаупі төнген жағдайда ерлермен қатар сол жаулармен шайқасады деген туралы ақпарат жазып қалдырады. Көбінесе мына гректер сақтар туралы жазылған кезде бұны сақ тайпаларын азиялық скифтер деп атайды. Бұны да естеріңізде сақтап, немесе бір қағазға жазып отырсаңыздар болады, өздеріңіздің осы ұбт-ға дайындық болсын, Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындыққа талпынып жүргендер болса, осындай деректерді, өйткені барынша сіз тек оқып қана қоймай, немесе видеоны ғана көріп қана қоймай, соны қағаз бетіне кәдімгі ручкамен жазып отыратын болсаңыз, ол міндетті түрде есіңізде сақталып қалады. Бұл дәлелденген методиканың бірі. Сонымен грек, Қытай дейді мына жақта. Сосын Иран, үнді дейді. Әрине, бұларды қарастырудың керек жоқ. Гректерді қарастырамыз да, бірақ Қытайлар туралы қатты қарастырмаймыз, себебі Қытай деректерінің көбісі, сақтар туралы да деректер бар, бірақ қалай дегенмен көбісі үйсіндер, қаңлылар, ғұндар туралы қытайлық деректер
жиі кездеседі. Енді тағы бір сұрақ: сақтардың парсы патшасы Кирге қарсы күресін басқарған кім? Оны өздеріңіз білесіздер, әрине бұл Томирис. Зарина патшайым емес, Шырақ бұл Дарий патша басып кірген кезде кейіннен Томиристен кейін билікке келген Скунха көсемнің тұсындағы шайқастың оқиғаларының арасында кездеседі. Шырақ, яғни шөл далаға парсы әскерінің адастырыла баратын Спитамен, бұл өздеріңізге белгілі атақты Александр Македонскийге қарсы Орта Азияда орналасқан сол кездегі Самарқан маңайында Ферғана, Каспий Сырдариямен, яғни Әмудария өзендерінің аралығындағы сол тайпаларды, халықтардың басын біріктіріп Александр Македонскийге қарсы күрескен билеуші Спитамен. Және Спитамен туралы біз мына кімдің деректерінен де кездестіреміз. Грек авторларының болсын, Томириске байланысты жазған деректерінде. Өйткені Томиристің шайқасы кезінде басып кірген кезде, яғни кімдер, парсылар басып кірген кезде осы Томиристің ұлын өлтіреді. Яғни оның аты бірақ Спаргапис. Оның аты Спаргапис. Спитаменмен осы екеуін кейде жиі шатастырып жатады. Спитамен бұл Александр Македонскийге қарсы шайқасқан адам. Ал Спаргапис сол Томирис патшайымның ұлы. Дарийдің әскеріне қарсы емес, Кирдің әскеріне қарсы шайқасып, сол шайқас кезінде қолға түсіп, сол тұтқында өлген осы Томиристің баласы Спаргапис деген. Ал Скунха деген ол осы Томиристен кейін билікке келетін сақ тайпаларының, немесе сақ тайпалар одағының билеушісі деп айтуымызға болады. Бірақ өте дерек аз. Мына келесі сұрақта біз осы туралы талқылайтын боламыз. Қазір бұл туралы. Бұл жерде дұрыс жауап әрине Томирис. Кирге қарсы күресті басқарған. Кирге қарсы күрес қалай басталды? Бұл да бір дерек. Өйткені міндетті түрде ұбт сұрақтарының арасында жиі кездеседі бұл сұрақ. 530 жылы, біздің заманымыздан бұрын 530 жылы Кир патшаның әскері сақтардың территориясына басып кіреді. Осы территорияға басып кіргеннен кейін осы екі арада шайқас болады. Шайқаста кезінде парсылардың басын біріктіріп үлкен әлемге әйгілі империя құрған Кир осы соғыста қаза табады. Бұл біздің заманымыздан бұрын 530 жыл. Енді үшінші сұраққа келейік. Дарийдің қолбасшылығы мен парсы әскерлерінің сақтарға жорық жасаған уақыты. Бірінші, біздің заманымыздан бұрын 518, 519, 520, 522, 524 жылдарды көрсетіп қойған. Әрине бұл шатастырады, түсінемін. Біздің заманымыздан бұрын деген нәрсенің өзіне келген кезде көп оқушылар шатасып, қалай айтсам болады, біздің заманымыздағы 519 пен біздің заманымыздан бұрынғы 519-ның екеуінің арасын қаншама уақыт бөліп жатқанына қарамастан, бұл әрине шатастыратын сұрақ. Тем более мына жерде жылдардың жиілігі өте жиі қойған, 518, 519, 520 деген сияқты. Енді Дарий қай жылы басып кірді? Біз ойымызға түсіруіміз керек. 518 емес, 520 емес, енді 522 емес, ол арман қарай кетіп барады. Демек 519 жылы Дарийдің әскері осы сақтардың территориясына басып кіріп, сақтардың кейбір бөлігін, біршама бөлігін өзінің қол астына қаратады. Бұл туралы өзінің Бехустин жазбаларында да баяндайды. Сол кезде сақтардың билеушісі Скунха деген, көріп тұрсақ, мына жерде В вариантын салып көрсетіп қойған. Скунха дейтін осы көсем билік етіп тұрған еді. Осы көсемді тұтқынға алып, сақтардың билігіне өзіне тәуелді, яғни Ахеменидтер империясына лояльды, яғни парсыларға жақсы көзқараспен қарайтын адамды сол сақтардың басшылығына қояды Дарий.
Томиристің тұсында бағындыра алмаған парсылар Томирис өлгеннен кейін, былайша айтқанда, билікті алып тұр ғой. Енді ойлап қараңыздар, Томирис туралы деректер парсылардың болсын, гректердің болсын жазбаларында 520 жылдан кейін кездеспейді. 520 жылдан кейін кездеспейді. Ол кезде билік етіп тұрған адамды скунха деп көрсетеді. Яғни, демек, Томирис бұл кезде қайтыс болды, немесе биліктен кетті. Ол жағы белгісіз, бірақ қалай дегенмен Томирис туралы деректер тек 520 жылға дейін ғана кездеседі. Арада шамамен 1 жылдай уақыт өтіп тұр ғой. Сонда 520 болса, біздің заманымыздан бұрын 519. Сонда біздің заманымыздан бұрынды есептеген кезде өздеріңіз білесіздер, кері қарай шегеріп отырасыздар. Ол өсу ретімен емес, кему ретімен. 520 жыл Томиристер туралы дерек жоқ болып кетті. Тарих бетінен жоқ болып кетті болғанда, яғни бұл билік етіп тұрған жоқ. Бұл кезде скунха дейтін көсем. 519 жыл Дарийдің әскері басып кетті. Парсылар сақтардың біршама бөлігін өзіне тәуелділікке түсірді. Бұл туралы Бехустин жазбасында кездеседі. Келесі, үйсіндер туралы ат жақты, ақ құбаша, сары шашты деп жазылған дерек. Ирандықтар, парсы жазбалары, Геродот, Страбон, Қытай жазбалары. Бағана біз айттық, үйсіндер туралы көбінесе жазған бұл парсы ирандықтардан бұрын, немесе гректерден бұрын. Мына көрсетіп тұрған Геродоттың нұсқасы бұл грек. Страбонды білесіздер, атақты географ. Бірақ қалай дегенмен де үйсіндер туралы дерек көбінесе Қытай деректерінде кездеседі. Осыған байланысты дүниежүзі тарихын таңдап отқандар болса, соларға да бір қосымша дерек айтып өтейін керек болады. Міндетті түрде ол тест нұсқаларының, яғни тест сұрақтарының арасында кездеседі. Біздің заманымызға дейін 138 жылы Қытайдың 7-ші императоры, Қытайдың болғанда бұл кезде Қытайда билеп тұрған хан әулеті, яғни біз бұны ресми түрде хан империясы деп айтамыз. Сол хан империясының 7-ші императоры Уди 138 жылы, біздің заманымызға дейінгі 138 жылы өзінің елшісін, яғни дипломатын аттандырады. Чан Сян деген адам шамамен ондаған жылдар бойы ғұндардың тұтқынына түсіп қалады. Осы адам Қытай жерінен үйсіндер еліне, немесе юэйчжилерге, әрине бұл дипломатиялық мақсат, бұл жер үйсіндерге бару емес. Ғұндардың бір кездері қарсыласы болған юэйчжи дейтін, мына бүгінгі Шығыс Түркістан, Гансу аймақтарын мекендеген, Қытайдың батыс аймағын мекендеген тайпа болған, өте мықты тайпа болған. Бір кездері тіпті мына ғұндар империясының негізін қалаушы Мөдені аманат қылған. Сондай құдіретті тайпа болған, құдіретті болған, мықты тайпа болған. Сондай мықты мемлекет кейіннен Мөде таққа келгеннен кейін оңбай жеңіледі, батысқа қарай көшіп кетіп, осы тайпаны іздеп тауып, ғұндармен шайқасқа бірлесіп одақ жасайық деген мақсатпен осы Чан Сян дейтін адамды 138, біздің заманымызға дейінгі 138 жылы Уди дейтін Қытайдың императоры, яғни хан императоры жібереді дипломатын. Бірақ олар осы тайпаға жеткен кезде өздерінің мақсаттарын орындай алмайды. Жолда бұл Қытайдың дипломаты ғұндарға тұтқынға түсіп қалады. Сол ғұндардың арасында шамамен 10 жылға жуық тұтқын болады. Бірақ тұтқыннан кейін қашып шығады да бүгінгі мына Бактрия аумақтары, білесіздер, Кашмир өлкелері, Ферғана аймағы туралы деректер жинауға осы жаққа қашып келеді. Осы саяхаты кезінде шамамен бұл үйсіндер туралы танысады. Үйсіндердің қандай халық екенін, үйсіндер туралы жазба деректерді осы Қытай авторынан бастап кеңінен белгілі бола бастайды. Әрине, бұған дейін де Ұлы Жібек жолы бойымен Қытайдың және Орта Азия болсын, Римдік болсын, сондай саяхатшылар, көпестер барып келіп жүрді. Бірақ Қытайдың сарайы ресми ақпаратты үйсіндер туралы осы Чан Сян деген адамның саяхатынан кейін ғана білді. Осы деректердің арасында үйсіндер туралы олардың ат жақты, ақ құбаша, сары шашты деген сияқты деректер кездеседі, және үйсіндердің бір кездері ғұндарға тәуелді болған, яғни ғұндарға
бағынышты ел болғанын, кейіннен күшейгеннен кейін ғұндарға бағынғысы келмегенін, өз алдына жеке тәуелсіз мемлекет болуға ұмтылғаны туралы жазылады. Енді өздерінің мақсаттары жүзеге аспай жатқаннан кейін осы үйсіндерді пайдаланғысы келеді қытайлар. хан империясы сөйтеді де олармен одақ жасауға тырысады. Бірақ бұл кездер болса да үйсіндер ғұндардың ықпалынан шыға алмайды. Өйткені үйсіннің гунмосу дейді, яғни күн биінің бәйбішесі дейміз, яғни хан патшайымы бұл ғұнның қызы болатын. Кейіннен осы үйсіннің күн биі Қытайдың ханшайымына әйелдік қылады, бірақ қалай дегенмен де бәйбішесі болып ғұнның патшайымы қала береді. Осы үйсіндер тарихына байланысты айтқан кезде мен толығырақ айтатын боламын. Әзірге осы талдаған кезде сол деректерді біле жүрсеңіздер, Қытай жазбаларын оқыңыздар. Қытай жазбаларында жиі кездеседі үйсіндер туралы. Келесі, үйсіндер астанасы ретінде аталатын қала дейді. Шырық Рабат дейді, яғни Шірік Рабат қаласы ғой енді. Бүгінгі Сыр аймағындағы, Сыр өңіріндегі Баланды, Қойлық, Талғар, Қызылаңғар дейді. Енді әрине біз Шірік Рабатты көбінесе біз мына сақтардың мәдениетіне жақсы білеміз. Шірік Рабат қаласының қаншама мыңдаған жылдық тарихы бар. Шірік Рабатының қирандылары әлі күнге дейін сақталып жетті. Баланды, Қойлық, енді бұлар Қойлықты білесіздер, көбінесе мына Жетісу аймақтарында, Талғарды білесіздер, яғни Алматы жақта деген сияқты. Бұл жерде Қызыл аңғар қаласы дұрыс варианты осы, Қызыл аңғар. Бұған байланысты да толығырақ айтатын боламын деректерді алдағы уақытта. Келесі, үйсіндердің шығу тегі туралы мәлімет қалдырған тарихшы дейді. Геродот, Страбон, Ктесий, Палиен, Цимацян. Бұл жерде әрине Геродот емес, Страбон емес, Ктесий емес, бұлардың барлығы грек, рим авторлары. Палиен болсын, бұл жерде Цимацян. Кейіннен үйсіндер туралы тарихты жазып қалдырған адам. Үйсіндер туралы аңыз бар, қытайлық деректерде жазылады. Бір шайқастың кезінде үйсіннің ғұндармен шайқас кезінде үйсіннің гунмосы өліп, оның ханзадасы, яғни кішкентай сәби майдан даласында қалады. Бірақ оны тұмсығында тамағы бар қарғамен қасқыр асырайды. Оған таңғалған ғұндардың билеушісі ол баланы асырап алады. Кейіннен осы балаға өзінің соңынан ерген жаңағы кезінде өлген әкесінің соңынан ерген халқын беріп, өзінің батыс шекарасын қорғауға аттандырады. Яғни бұл бүгінгі Қазақстан, Тарбағатай, сол аумақтар шамамен. Бұл аңыз. Бірақ бұл аңыздың да астарында шындықтар бар. Неге десеңіздер, ғұндарға алғашында осы үйсіндер бағынышты болған. Бағана айтып өттім ғой. Бұл аңыз айтылған осы ғұндардың билеушісі бұл Мөде. Үйсіннің күн биі өледі, яғни гунмосы өледі. Бұл үйсіндер ол кездің өзіне ең кішкентай тайпалардың бірі. Кейіннен юечи жерлерімен бірге қоныстанып бірге өмір сүреді. Юечи жерлер үйсіндермен қырқысады. Бірақ үйсіндермен ғұндардың шайқасынан кейін үйсіндер жеңіледі де ғұндарға тәуелділікке түседі. Сөйтеді ғұндардың билеушісі Мөде үйсіннің ханзадасын өзі тәрбиелеп, кейіннен батыс аймағын қорғауға соңынан халқын ертіп қоныстандырады. Сөйтіп осылайша олар Жетісу жеріне келеді. Жетісу жерінде тағы юечи жерлерімен қырқысады да, юечи жерлер бұл шайқаста ғұндар тағы да юечи жерлерге шабуыл жасайды. Сөйтіп талқандалған юечи тайпалары Самарқан асып кетеді. Әрмен қарай Ферғана, Самарқан, Бактрия сол аймаққа барады да, дүниежүзі тарихынан сіздерге белгілі атақты осы юечилер тайпаларының құрамындағы Кушан дейтін тайпа сол аймақтағы тайпалардың басын біріктіріп, халықтардың басын біріктіріп, Бактрия дейтін жерде Кушан мемлекетінің, Кушан империясының негізін қалайды. Бұл әрине дүниежүзі тарихынан да, егер таңдаған болсаңыз, міндетті түрде керекті деректер. Егер сіздерге түсініксіз болған сұрақтар болса, оны міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Яғни сізге ОБТ-да келген болсын, немесе сіз жауабын таба алмай жүрген тарихқа байланысты осындай сұрақтар, немесе спорный вопростар болады ғой, яғни мынау ма әлде мынау ма деген сияқты, немесе мына деректе де айтылады, немесе мына деректе де айтылады деген сияқты тарихта жиі кездеседі ондай нәрселер. Яғни спорный сұрақтар
Ондай сұрақтар болса міндетті түрде комментарий қалдырыңыз және арнаға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыз.